Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі трюфель конфеттердің рецептімен бөлісемін. Бізге керек творожная масса, Орео, шоколад. Екінші түріне шоколад, печенье, творожная масса. Біріншіден печеньяларды блендермен еземіз. Мен бірінші сливочный-песочный печеньяны блендермен ездім. Дәл солай енді Орео печеньясында блендерден өткіземіз. Міне осылай екі печеньяларымызды блендерден өткізіп алдық. Конфеттердің бірінші түрін жасап аламыз. Ол үшін жұмсақ творожный масса мен печеньяны араластырамыз. Творожный масса мен печеньеміз толықтай араласып, осында біркелкі масса болу керек. Енді осы массаны холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. Жұмсақ творожный масса мен Орео печеньясын қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Орео печеньясымен араласқан массаны морозильникке 15 минутқа саламыз. Печенье мен массаны холодильниктен алып, шай қасықпен қатты толтырмай алып, домалақшалар жасаймыз. Дайын болған конфеттерді морозильникке 15-20 минутқа саламыз. Орео печеньесі бар массамызды морозильниктен алып, дәл солай домалақ шариктер жасаймыз. Ореосы бар масса кішкене қолға жабысатын болады. Сол үшін біз оны морозильникке қатыруға жібердік. Ал егер де сіз осы шариктерді жасап жатқанда әлі қолыңызға қатты жабысатын болса, тағы да морозильникке 5-10 минутқа салсаңыздар болады. Бұл шариктерді морозильникке 15 минутқа жібереміз. Кез келген шоколадты өзіңізге ұнайтын өте дәмді шоколадтарды водяной баняда ерітеміз. Шоколадымыз осылай еруі керек, және де посыпкаларымызды дайындап қоямыз. Морозильниктен конфеттерді алып шоколадқа ұнатамыз. Аунатқаннан кейін шоколадқа бірден посыпканы сепкен дұрыс, өйткені шоколад тез қатып кетеді. Шоколад қату үшін морозильникке 15-20 минутқа саламыз. Орео араласқан конфеттерімізді де осылай шоколадқа аунатып, посыпканы бірден себеміз. Орео конфеттерін әрлеуге мен Орео печеньяларын үгітіп бетіне септім. Мен басында шоколадқа аунатқанда шанышқының көмегіне жүгінген болатынмын, бірақ маған бұл өте ыңғайсыз болды. Кейін мен кек поп сияқты шоколадқа аунаттым, яғни таяқшаның көмегімен шоколадқа аунатып, кейін бетіндегі тесігін жауып шоколадпен бірден әрледім. Осы способпен жасауға сіздерге кеңес беремін, өте ыңғайлы және де тез болады. Дайын болған конфеттер мен кекстардың қағаздарына салып қойдым. Менде мини кекстардың қағаздары өте әдемі болып тұрады. Дастархандарыңызда немесе тарелкаға өзін ғана қойып қойсаңыздар да болады. Біздің өте дәмді әрі әдемі сүзбеден жасалған трюфель конфеттеріміз дайын болды. Дәмі нағыз трюфель конфеттер сияқты өте дәмді, және де бетіндегі шоколады керемет болады. Енді артық түспесе кем түспейді. Мен сіздерге толықтай сөйтіп айта аламын. Және де неше түрлі қылып әрлесеңіздер де болады. Кокос жаңқасымен де, толықтай фисташкаға аунатсаңыздар да керемет болады. Немесе үстінен карамельді әдемілеп тұрып жағып шықсаңыздар да өте дәмді болады. 3 қана заттан тұратын, бірақ оп-оңай жасалатын трюфель конфеттері. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.